Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз жылқының бауырынан жасалатын өте дәмді қуырдақ ас дайындайтын боламыз. Бізге керектісі асқабақ, картоп, сәбіз, пияз және тәтті бұрыш. Алдымен осылай бауырды ортасынан бөліп, екіге бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламын. Еттің көлемінде, тамаққа қосатын еттің көлемінде ет тураймыз. Осылай үлкендеп ет турап алдым мен барлығын. Өте ерекше, өте дәмді ас. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Жылқы етінің, осы бауыр еті өте көлемі үлкен. Үлкен жанұяңызға бір данасы ғана жеткілікті болады. Көлемі өте үлкен болады қойларға қарағанда. Осылай барлығын турап алатын боламын. Барлық қоспаларды алдын ала дайындап алғанымыз дұрыс. Қазанымызды қыздырып, кейін барлығын біртіндеп салатын боламыз. Мені тұтастай барлық бір жылқының бауырын осылай турап алдым. Ендігі кезегімізде асқабақ, кішкене ғана асқабақ қосатын боламын. Ол да дәмін ерекше етіп кіргізеді. Асқабақ қоспасаңыздар да болады. Барлығының ортасында осылай дәндерін және керек емес заттарын кесіп алып тастаймыз. Сыртын да тазалап аламыз. Қатты затын кесіп алып тастаймыз, сыртқы қабығын. Барлығын осылай пышақтың көмегімен кесіп алдым. Мен бұл жерде көп қоспаймын асқабақты, аз ғана қосамын. Асқабақтың ішін барлығын сыртын осылай толықтай тазартып, барлығын картоптың көлемінде, еттің көлемінде етіп, бірдей етіп, кубиктап, төрт бұрышты етіп, яғни турап алатын боламын. Барлық қоспамыз дайын. Ендігі кезекте осы асқабағымызды турасақ болғаны. Осылай үлкендеп етіп турадым. Міне барлық қоспамыз дайындап қойдым. Ендігі кезекте қатты отта 200 граммдай май құйып, майымызды қатты қыздырып, бірінші кезде осылай пиязды қызартып қуырып алатын боламын. Екінші кезекте тәтті бұрышымызды, сәбізімізді қоса салып, қызартып қуырып аламын. Барлығы жақсы қуырылғаннан кейін картопымызды салып және қызартып қуырып аламын. Одан кейін барып үстіне осы жылқы бауырын қосамын және оны қуырмаймын. Үстіне асқабақ салып, тұз сеуіп қоямын. Егерде бауыр етін қуыратын болсаңыздар, ол қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан үстіне салып, осылай бұқтырғу керек. Асқабақтың суы шығатын болғандықтан аз ғана су қостым. Өте дәмді ас дайын болды. Қарап отқандарыңыздай өте көріністі керемет. Міндетті түрде жасап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер сіздерге ұнап жатса, комментарий қалдырып, менің YouTube канал дамуына үлестеріңізді қосыңыздар.